Құрметті бауырлар, бұл видеода біз ілім үйренудің пайдасы, ілімнің түрлері туралы айтамыз. Сіздер каналға жазылып қолдап отырыңыздар. Ілім үйрену, Расулалла, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтты. Ғылым іздеу үйрену барлық мұсылманға парыз. Ғалымдар бұл жердегі ілімнің қандай ілім екендігі турасында тартысқа түсті. Кәлам ғалымдары бұл кәлам ілімі, себебі Алланы тану осы арқылы болады дейді. Фих ғалымдары бұл фих ғылымы, халал мен харам осы арқылы ажыратылады дейді. Хадис ғалымдары бұл Құран және хадис ілімі, себебі шариғаттың негізгі ілімі осы дейді. Сопылар бұл жүрек халдерінің ілімі, себебі құлдың Аллаға жолы осы дейді. Бұл топтардың барлығы да өз ілімін жоғары санайды. Біздің ойымызша бұл бір ілімге тән емес. Бұл ілімдердің барлығын үйренуде парыз емес, алайда күмәндерді сейілту үшін мұны түсіндіру керек. Бір адам мысалы таңсәріде мұсылман болса немесе балиғатқа толса, бұл ілімдердің барлығын үйренуі парыз болмайды. Алайда ол сәтте оған парыз болған нәрсе ла илаха иллаллах Мұхаммадун Расулуллах деген сөздің мағынасын білу. Ал бұл бірінші негізде түсіндірілген әхл сүннет сенімін білу деген сөз, дәлелдермен білудің қажеті жоқ. Ол парызда емес, алайда Алланың сипаттарына, Расулалланың сипаттарына сену арқылы болады. Оның осындай сипаттарда болған бір Раббысы бар екенін біледі. Оның тарапынан пайғамбардың тілімен айтылған бұйрықтар мен тыйымдар бар. Мойынсұнса, өлгеннен кейін бақытқа қауышады. Бұйрықты тыңдамай, қарсы шықса, қиын жағдайға түседі. Осыны білгеннен кейін екі түрлі ілімді үйрену адамдарға парыз болады. Бірі жүрекке қатысты, екіншісі тәннің ағзаларына қатысты. Тәннің ағзаларына қатысты ілім екіге бөлінеді: бірі жасалатындар, яғни бұйрықтар, екіншісі жасалмайтындар, яғни тыйымдар. Жасалатындарды үйрену былай болады. Таңсәріде мұсылман болған адамның бесін намазының уақыты кіргенде дәрет пен намаздың парыздарын үйренуі парыз, сүннеттерді үйренуі сүннет, парыз емес. Мысалы, ақшам намазы кіргенде ол намазды үйренуі, яғни 3 рәкат екенін білуі парыз болады. Уақыты кірмесе парыз болмайды. Рамазан айы келгенде ораза үшін ниет ету парыз, және таңнан кешке дейін жеп ішу, жыныстық қатынас жасау харам дегенді білуі парыз болады. Егер 20 мысқал алтыны болса, зекет туралы білуі сол кезде емес, 1 жылдан кейін парыз болады. Зекеттің қанша екенін, кімге берілетінін және шарттарын үйренеді. Қажылыққа барғанға дейін ол туралы білу парыз болмайды. Оның белгілі уақыты жоқ. Сол секілді қандай істі жасау керек болса, оны білу сол кезде парыз болады. Мысалы, үйленгісі келген кезде үйлену туралы нәрселерді білу парыз болады. Ол былай: әйелдің күйеуіндегі ақылары нелер? Хайыз уақытында жақындасуға болмайды. Хайыздан кейін жуынғанға дейін болмайды. Сол сияқты ерлі зайыптылардың білуі керек нәрселерін үйрену парыз. Егер қолынан бір өнер келсе, соған қатысты мәліметтерді білуі парыз болады. Саудагердің пайыз туралы білуі парыз. Тіпті қате саудадан аман болу үшін сауда-саттыққа қатысты мәліметтерді үйренуі парыз болады. Сол үшін Омар, Алла оларға разы болсын, базарда оларды қамшымен сабап, ілім үйренуге жіберіп, былай деді: сауда-саттыққа қатысты нәрселерді білмейтін адамның базарда тұрғаны дұрыс емес. Себебі харам мен пайыз жеп, оны өздері де білмей қалады. Сол сияқты әрбір мамандықтың бір ілімі бар. Тіпті хижама, денеден қан алатын маман адамның қай жерін кесетінін, қай тісті жұлатынын, жараларды емдеу үшін қандай дәріні қолданатынын және осы сияқты нәрселерді білуі керек. Бұларды білу әркімнің жағдайына қарай өзгереді. Тоқымамен айналысатын адамның дәрігерлікке қатысты нәрселерді үйренуі парыз болмайды. Дәрігердің тоқымашылыққа қатысты нәрселерді білуі парыз емес. Жасалуы тиіс нәрселерді білу осылай. Жасалмауы керек нәрселерді білу де парыз. Әркімнің жағдайына қарай бұл да өзгеріп отырады. Біреу жібек киім кисе, еркектерге харам, немесе ішімдік ішілетін жерде тұрса, немесе доңыз етін жейтіндердің қасында отырса, немесе тартып алынған бір жерде отырса, немесе қолында харам мал-мүлік бар болса, ғалымдарға осы мәліметтерді адамдарға үйрету парыз болады. Олардың қайсыларының харам екенін айтуы керек. Сонда ол адам харамға жақындамайды. Егер мысалы әйелдер мен еркектер бірге отырған жерде тыйым салынған және салынбаған әйелдердің кімдер екенін және кімге қарауға болмайтынын білуі парыз болады. Бұл да әркімнің халіне қарай өзгереді. Бәрінің ісі бірдей емес. Басқалардың ісіне қатысты мәліметтерді үйренуі парыз болмайды. Мысалы, әйелдерге хайыз кезінде талақ айтудың, ажырасудың болмайтынын білу парыз емес. Ажырасатын еркекке бұларды білу парыз болады. Жүрекке қатыстылар да екіге бөлінеді. Бірі жүрек халдеріне байланысты, екіншісі сенетін нәрселерге қатысты. Жүректің халдеріне қатыстылар былай: тәкаппарлық, қызғаныш, жаман ой және сол сияқты нәрселердің харам екенін білу парыз. Бұл барлық адамдарға парыз айын, себебі ешкім бұлардан тыс қала алмайды. Олай болса оларды үйрену және олардан сақтану жолдарын білу парыз. Себебі бұл жалпылама ауру, ал одан құтылу білімсіз дұрыс болмайды.
Алайда сату және сатып алу, алыну, несиеге сатып алу мен сату, жалға беру және фихтағы осындай ілімдерді үйрену парыз кифая. Іс-әрекеттерде осы ілімдерге мұқтаж болғандарға бұл ілімдер парыз айын болады. Біраз адамдар оларды білмеуі мүмкін. Алайда жүрекке қатысты мұндай халдерді білмегендей кейіп таныта алмайды. Сенімге қатысты тағы бір бөлім сеніміне қатысты бір күмән туғанда сол күмәннен арылудың оған парыз болуы. Алайда ол күмән негізінде парыз болған сенімдерде болуы немесе күмән келтірместен сенуі тиіс нәрселерде болуы керек. Осы жерден түсінетініміз, үйрену барлық мұсылмандарға парыз, ешқандай мұсылман ілім үйренуден тыс қала алмайды. Бірақ ілімнің түрі көп, барлығы үшін бірдей емес, жағдай мен уақытқа қарай өзгереді. Алайда ешкім бұдан тыс қала алмайды. Сол себепті Расулалла, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтады, ілім үйрену парыз болмайтын ешқандай мұсылман жоқ. Яғни өзіне қажет болып, сонымен іс жасайтын ілім оған парыз болады. Ілімсіз сылтау дінде қабылданбайды. Баршаға өз ісіне қажетті ілімдерді үйренудің парыз екені түсінікті болды. Ал наданның әрдайым қатерде болатыны баршаға аян, себебі бір іске кезіккенде білместікпен ол істің хикметін біле алмайды, бірақ ол үшін себеп болып саналмайды. Алайда өзіне өте қажет болған және сирек кездеспейтін нәрселері де осылай. Мысалы, бір адам хайыз кезінде немесе әйелі жуынбастан бұрын онымен жақындасып, мен мұның күнә екенін білмедім десе, бұл сылтау емес. Сол сияқты таң атпастан бұрын үстінің таза екенін көрген хайыз әйел ақшам мен құптан намаздарын қаза етпесе, яғни оны білмесе, немесе бір еркек хайыз әйелінен ажырасып, оның харам екенін білмесе, сылтау болып саналмайды. Оған саған ілім үйренудің парыз екенін айтқанбыз. Бұл парызды неге орындамай харамға түстің делінеді. Алайда сирек кездесетін және күтпеген жағдайларда себепке жатады. Ілімнен үлкен нәрсе жоқ. Надан адамның ешқашан қауіптен арылмайтындығы белгілі болды. Бұл жерден аңғаратынымыз, адамның айналысатын істерінде ілімнен асқан үлкен нәрсе жоқ. Айналысатын әрбір ісі дүние үшін. Ілім біраз адамның пікірінше, дүниедегі жақсы мамандықтардың бірі. Себебі ілім үйренген адам мына 4 халдың бірінде болады. Біріншісі, не мирас немесе басқа бір жолмен дүниеден өзіне жететіндей нәрсеге ие болады. Ілім оның мал мүлкін қорғайды, дүниеде құрметті, ақыретте бақытты болуына себеп болады. Екіншісі, бір адам болады, өзіне жететіндей дүниесі жоқ, бірақ онда сондай бір қанағат бар, қолындағы аз нәрсеге қанағат етеді, және исламда кедейліктің қадірін біледі. Себебі кедейлер байлардан 500 жыл бұрын жұмаққа кіреді. Мұндай адам үшін ілім бұл дүниеде рахат, ақыретте бақыт болады. Үшіншісі, біреу бар, ілім үйренеді, оның ақысы халалынан беріледі, қазынадан немесе мұсылмандардан келеді, алайда өзіне жеткілікті түрде, харамға түспейтіндей түрде, немесе залым бір сұлтаннан бір нәрсе тіленбейтіндей мөлшерде береді. Олай болса, осы 3 адамның дін мен дүние ілімдерін үйренуді қалауы ең дұрысы болады. Төртіншісі, бір адам бар, оның өзіне жететіндей дүние мүлкі жоқ. Алайда оның ілім үйренудегі мақсаты дүниелік нәрселерді қалау, өзіне қажетті мөлшерді басқадан сұрай алмайды. Алайда мәжбүрлеу және зұлымдықпен жиналған қазынадан жалақы алуы керек болады, немесе адамдардан риякерлікпен масқаралық көрсетпестен сұрай алмайды. Бұл адамға және ілім үйренудегі мақсаты мал мүлік болғандарға бұған ілімнен қол жеткізудің орнына сауда жасап табыс тапқандары артық, парыз айын болған ілімдермен айналысуы бұдан тыс және қажетті. Дүниелік нәрселер үшін ілім үйренген адам адамның шайтандарының бірі болады. Бірқатар адамдарға зияны тиеді. Оның харам жинағанын, дүние үшін адамдарды алдағанын көрген әрбір надан оған ереді. Осылайша адамдарға зияны пайдасынан көп болады. Олай болса, мұндай ғалым қаншалықты аз болса соншалықты жақсы. Жақсы деп дүние мүлікке салынғаны үшін айттық. Діни тұрғыдан емес, егер бір адам айтса, ілім оны дүниеге құмартудан тияды. Кейбіреулер былай деген, ілімді Алла үшін үйренбедік, бірақ ілім өзі бізді Алла жолына салды. Бұған жауап ретінде айтамыз, оларды соңында ақырет жолына апарған ілімдер Құран, хадистер, ақырет жолының сырлары және шариғаттың ақиқаттары, негіздері туралы ілім болатын. Сосын олардың жүрегінде осы ілімдердің жемісі олардың дүниеге құмарлығын тоқтатты. Діндегі үлкендердің дүниеден аулақ тұратынын көрді. Олар да сол діннің үлкендеріне ергісі келді. Ілімдері бар болғандықтан және уақыттары да сай келетіндіктен олардың осы ілімнің сипатына бөленетініне, ілімнің оларға тәуелді болмайтынына үміт артылады. Алайда бұл кезде оқылған ілімдер, мысалы, мәзһабтардың қайшылығы, кәлам, қысас және сопылардың қажетсіз сөздерімен айналысуы және ілімдерді дүние үшін тұзақ етіп алған осы кездегі ұстаздармен бірге отыру және олардан ілім үйрену адамның жүзін дүниеден теріс бұра алмайды. Хабар беру көргендей болмайды делінген. Мұқият бол. Мұндай адамдардың көпшілігі дүниенің ғалымдары ма әлде ақырет ғалымдары ма?
Адамдар олардың халдерін көргенде пайда ала ма әлде зиян ала ма? Ал бір жерде тақуалыққа берілген, бұрынғы өткен ғалымдардың жолымен жүретін, және дүниелік тәкаппарлықты басатын, және одан алыстататын ілімдермен айналысатын адам бар болса, одан ілім үйрену былай тұрсын. Ол адамның жүзін көрудің өзі баршаға пайдасын тигізеді. Пайдалы, іске жарайтын ілім үйретсе, бәрінен жақсысы сол. Пайдалы ілім, оған дүниенің төмендігін көрсететін, және ақырет ісінің ұлылығын үйрететін ілім. Ақыл ойын дүниеге бұрып, ақыреттен қашқан адамдардың надандықтарын және ақымақтықтарын көрсететін ілім, тәкаппарлықтың, көре алмаушылықтың, рияның, шмерездіктің, өзін жақсы көрудің, құмарлықтың, дүниені көп қалаудың және дүние құмарлықтың апаттарын, зияндарын көрсететін ілім, бұлардан құтылудың шараларын көрсететін ілім. Дүние құмар адамдарға бұл ілімнің қажеттігі шөлдеген адамның суға, науқастың дәріге деген мұқтаждығы секілді. Бұл адамның фиқх, кәлам және әдеппен айналысуы науқас адамның ауруын асқындыратын нәрселер жегеніне ұқсайды. Себебі бұл ілімдер арқылы қызғаныштың, рияның, өзін жақсы көрудің, дұшпан болудың, сыртын сәндеудің, мақтанудың, тәкаппарланудың және лауазым қалаудың тұқымдары жүрекке түседі. Қаншалықты көп болса, бұлар оның жүрегінде күшейе түседі. Өзін фиқх ғалымы деп санайтын адамдармен отырса сонымен айналысады. Бір күні осы халіне тәубе жасағысы келсе де, ол қиынға соғып, жасай алмайтын күйге жетеді. Құрметті достар, видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Бізге жазылып видеоларды көргендеріңіз үшін Аллах разы болсын. Аллах тағала баршамызға қайырлы білім нәсіп етсін.